Саламатсыздар ма, менің сүйікті көрермендері? Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бауырсақ пен нанның рецептімен бөліскелі отырмын. Менің каналыма тіркеліп комментарийға алып, колокольчикті басып қойыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен көптеген жеңіл әрі оңай рецепттермен бөлісетін боламын. Сол рецептті жіберіп алмас үшін тіркеліп алыңыздар. Ал енді видеоны асықпай соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші жылы суға ашытқыны салып, үстіне қамыр қопсытқышты қосып, осылай бірінші бұрып аламыз. Бұғып тұрған ашытқыны араластырып, үстіне 700 граммдай жылы сүттен құятын боламыз. Сүтіміз жылы болу керек. Енді осы жылы сүттің үстіне 2 чай қасық тұз салып араластыратын боламыз. Енді осының үстіне 60-70 граммдай сары майды жылытып құятын боламыз. Жақсылап араластырып, енді үстіне жайлап бір қасық шекер салатын боламыз. Шай қасықпенен. Енді оның шетінен салып отырып, араластырамыз. Ең бірінші мен қасықпен немесе қасық сияқты ыдыстармен біраз араластырып аламын. Содан кейін барып, ауырлаған кезде ғана барып, қолдың көмегіне жүгінетін боламыз. Сүтпен және де сары маймен иленген нан өте жұмсақ болады және дәмді болады. Енді қолдың көмегімен біраз жұдырықтап, алақандап, біраз иін қандырамыз. Қамырымыздың иін жақсы қандырып, тындыру керек болады. Сонда нанымыз жақсы шығады. Иін әбден қандыру керек болады, кез келген. Енді осы табағымызды майлап алып, үстіне қайтадан салып, біраз тағы да иін қандырып аламыз. Енді осы қамырымызды 1 сағатқа қойып қоямыз. Қазірдің өзінде уже нанымыз көтеріліп тұр. Кемінде бір 40 минут немесе 1 сағатқа қойсақ, нанымыз жақсы сапада көтеріледі. Міне осындай өзімнің әдісімен сіздермен бөліскелі отырмын. Видеоны соңына дейін асықпай қараңыздар. Нанымыз уже көтерілді, дайын. Енді осы қамырымызды 4-ке бөлеміз. Қамырымызды 4-ке бөліп, күлшелеп, тағы да 5 минутке қойып, көтерілу керек қамырымыз. Қамырымыз көтерілді. Енді осылай қолдың көмегімен нанымызды әрлеп, түрлі өздеріңіздің ойларыңызды қосып, және де осындай қамырға арналған арнайы ыдыспен осылай әрлеуге болады. Және қолдың саусақтың көмегімен жан-жағын неше түрлі өздеріңіздің идеяларыңызды қосып сәндеуге болады. Мысалға мен өзім саусағымның ұшымен осылай бүйралап тастаймын.
бирок нече түрлүү нерселер менен жасауга болот. Енді осы қамырымыздың үстіне жұмыртқаны жағып, жұмыртқаның ағын жағып, еттің қайызып құрғап кетпес үшін және де үстіне күнжетін себетін боламыз. Мен ақ күнжеттерді қосып жатырмын, ортасына қара күнжетті қосып сәндеуге болады. Енді екінші нанымызды бастаймыз. Екінші нанымызды дәл осылай етіп сәндейміз. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts. Енді сәндеп болғаннан кейін біраз уақытқа қойып қоямыз. Нанымыз сәл кішкене көтерілгеннен кейін барып духовкаға салсаңыздар, әдемі формада шығады. We're gonna be two hearts running wild. Кемінде бір 5 минутқа қойып қоямыз. Енді 4-ші қамырымда мен бауырсаққа айналдырғалы тұрмын. Яғни домаланған домалақ бауырсақ ретінде пісіріп алмақшымын. Осындай арнайы бауырсақ кесуге арналған ыдыстарменен жақсылап домалақ бауырсақ жасап шығаруға болады.
Енді нандарымызды духовкаға салып, ары қарай бауырсағымызды пісіре берсек те болады. Нанымыз піскенге дейін бауырсағымыз да пісіп қалады. Міне біздің екі нандарымыз біздің духовкада пісіп жатыр. Ал үстіне біз бауырсақты пісіріп аламыз. Нандарымыз піскенше бауырсақ та дайын тұрады. Міне достар, нанымыз пісті, дайын болды. 3 лепешка, яғни пісіріп алдық, және де 4-шісіне бауырсақ пісіріп алдық. Менің сүйікті көрермендерім, алдағы уақытта мен көптеген рецептермен бөлісетін боламын. Сол үшін лайк басып, подписка жасап, колокольчикті басып қойыңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецептерді жіберіп алмас үшін. Енді 2024 жыл берекелі, табысты жыл болсын барлықтарыңызға. Жыл құтты болсын.